Қайырлы күн желі оқырмандары және кішкентай біздің достарымыз. Бүгін біз сіздерге ертегі туралы мағлұмат береміз. Өздеріңді ертегі туралы айтуға, оның түрлерін бөле білуге, ертегілердің кейіпкерлеріне мінездеме бере білуге үйрету, ойлау, есте сақтау, еркін сөйлеу қабілеттерін дамытуға және кішкентай балаларымызды ертегіні сүюге тәрбиелеу мақсатында біз бүгін ертегінің ғажайып әлемі атты кітап көрмесін ұсынғалы отырмыз. Ертегілердің ішінде балалардың сүйіп оқитын, олардың жас ерекшеліктеріне тән мұралар көп. Халық ертегісі ғасырлар бойы балалардың ықыласын өзіне қызықтыра тартып, жас жанына әдемі әсер беріп, көңілін шаттыққа бөлейді. Ертедегі фантазия балалардың ойына қозғау салып, өмірдің құбылыстарын тануға, ақыл-ой қызметінің ерте дамып қалыптасуына әсер етеді. Ертеде Альберт Эйнштейнге балаларымызды қалай ақылдырақ етуге болады деген сұрақ қойылады. Ғалымның жауабы қысқа да нұсқа болып шықты. Ол: егер сіз ақылды бала қаласаңыз, оған ертегі оқыңыз. Егер одан да ақылды болсын деп армандасаңыз, одан да көп ертегі оқыңыз деп айтқан. Кеше құрметті оқырмандар, өздеріңізді ертегіні оқуға шақырамыз.